места массовых захоронений в Казахстане до сих пор не обнаружены. И вообще не потому, что их нету, их никто не ищет. Біздің тұрған жеріміз мынау Балқаш көлінің солтүстігіндегі Бертіс шығанағының шығыс жағалауын бекітіп жатқан Қарамұрынның шоқысының солтүстік жағында жалғасып жатқан ескі алаң деп аталған жазық жерде тұрмыз. Бұл жерде 30 жылдары құрылысы басталған Балқаш қаласы мен мынау мыс заводының осы жерге салу негізінде белгіленген болатын, осы жер таңдалып алынған болатын. Ал енді мынау біздің тұрған ескерткіштің мұнда қойылу себебі өздеріңіз білесіздер, мынау Кеңестер одағының 20-шы жылдардың соңында басталған индустриализация саясаты сол кезде Кеңестер одағының жалпы көлемінде орын алған аса үлкен трагедиялық оқиғаларымен қатар жүрді. Мынау Кеңестер одағының кең көлемде қамтыған, әсіресе оның ұлттық аймақтарын аса үлкен көлемде қамтыған аштық орын алады. Міне құрылыс басталған кезде, осы жерде Балқаш қаласы мен мынау мыс заводының құрылысы басталған кезде, осы мынау солтүстік Балқаш өңірін мекендеген қазақтар аштықтан қашып, жан сақтау үшін осы мына екі бағыт бойынша жаңағындай көшкен емес, босқан. Көп бөлігі осы мынау Балқаштағы құрылысқа қарай, жаңа бір аз бөлігі мынау солтүстікке қарай, мынау Қарағанды бассейнінде сүзілушіде параллельно игеріліп жатыр, сол жаққа қарай кеткен. Мына кездегі мынау солтүстік Балқаш өңіріндегі қазақтардың осы жердегі жеткені шамамен 50 мыңнан астам. Осы 50 мыңнан астамның шамамен где-то мыңға жуықтан ғана тірі қалғандар, қалған 50 мыңнан астамы осы жерде өкінішке орай жаңа аштықтан қаза тапқан. Өйткені мына құрылыс алаңының, құрылыстың осыншама келген жоспарсыз келген адамды, көп көлемдегі адамдарды азық түлікпен қамтамасыз етуге жаңағы шамасы да келмеген. Екінші жақтан оны ұйымдастыру мәселесі, аштықтан келген қазақтарды сақтау мәселесі ол кезде олардың жалпы олардың ғана емес, Совет өкіметінің күн тәртібіне қойылған жоқ болатын. Сондықтан мынау солтүстік Балқаш өңірінің сол кездегі мынау 27-ші жылғы санақ бойынша 72 мыңдай қазақ мекендеген болса, бұл солтүстік Балқаш өңірі дегеніміз мынау қазіргі негізден Ақтоғай ауданы мен мынау Шет ауданының шығыс жақ территориясында. Осы жердегі мекендеген қазақтардан 72 мың қазақтан мынау 31-30 жылдықта аштықтардың нәтижесінде шамамен где-то 5-6 мыңдай ғана тірі қалған. Біздің де қазіргі кездегі ізденістеріміздің нәтижесінде айтайын енді шамамен алсақ, аса жаңағындай бір қуанатындай емес. Біз шамамен осы жаңағы келген қазақтар, аштықтан қаза тапқан қазақтардың көмілген жерлерін шамамен айтамыз. Өйткені айтып отырмыз ғой. Сол ақпаратты білетін адамдардың өздері, олар жаңағындай моральдық тұрғыдан жаңағындай осылардың бәрін ескере отырып, ол орындардың жаңағы нақты көрсетуге олардың ынтасы болған жоқ. Шамамен алғанда, мынау қазіргі мынау Қарамұрын шоқысында шығыс жақтағындағы христиан бейіті бар ғой. Сол христиан бейітінің бір бөлігі сол қазақтардың көмілген шұңқырлардың үстіне орналасқан деген ақпарат бар. Содан кейін осы ескі алаңның мынау солтүстік жағына қарай, мынау біздің қала жаққа қарай, ескі алаңның солтүстік қала жаққа қарай, мынау қазіргі кездегі мынау аурухана бар ғой, орталық аурухананың территориясының бір бөлігінде осы аштықтан өлген адамдардың бейіті болған. Ал енді бұрынғы ескі заманда бұл жерде қазақтар бейіт салмаған. Бұл жерде өйткені бұл жер күзеуде, қазақтар қыстауға бұл жерде болмаған. Бұл жер күзеу болу себебі қазақтардың дәстүрлі жаңағындай түсінігі бойынша бұл жерде бейіттер болмаған. Мына Балқаш құрылысының ең қызықты және ең трагедиялық беттері осы біз сіздермен бізде тұрған мына Қарамұрын шоқысының етегінде жазылған. Ең қызықты дейтін себебім, өйткені ең алғашқы құрылысшылардың осында келіп жаңағындай, олар енді романтикаға берілген адамдар бар. Көбісі жаңағындай өз еріктерімен келген, әсіресе жастар, комсомолдық жаңа жолдамамен келгендері бар. Екінші енді трагедиялық бетті деп айтып отқанымыз, жаңа мен сізге айтып отырмын ғой, жаңағындай осы аштықпен тұспа-тұсты келді деп. Міне аштықтан қашқан қазақтардың осы жерде келіп, жаңағындай қаза болған жері де осы Қарамұрын шоқысының солтүстігіндегі осы кішкентай алаңқай. Сол кездегі мынау енді 90-шы жылдары өздеріңіз білесіздер ғой, жаңағындай Горбачевтың жариялық саясатының нәтижесінде сол Совет өкіметінің көп қаралы беттері ашыла бастады. Сол кездегі есте қалған жаңағындай солардың осы қанды оқиғалардың куәгері болған адамдардың жаңағындай естелігінде жаңағы қайтыс болған осы жердегі аштықтан жаппай қайтыс болған адамдарға Совет өкіметінің көзқарасы туралы ақпараттар алуға болады. Мысалы, жаңағындай айтсақ та сол кездегі осы жерде тұрған
алғашқы құрылысшылардың киіз үйлерінің палаткадан болды ғой, жертөлелер болды аздаған. Міне солардың арасында мынау аштықта келген қазақтардың жаңағы сүйектері шашылып жататын, денелері шашылып жататын. Бұны арнайы жинап, оларды жаңағыдай белгілі бір жерге жерлеу деген мәселе болған жоқ. Үлкен шұңқырларға жаңағыдай жеткен шөгерлердің куәгерлеріне айтылды, үлкен шұңқырларды қазатта, көметті не өртеді, немесе жаңағы әкпен жаңағындай оларды енді жаңағындай әкпен үстін жаңағындай өңдеп, сонда тағы да сондай оларды сөнген жаңағындай жаппай сондай техникамен, арнайы техникамен көміп отырған. Сондықтан да айтар едік, мына осы ертегі егер де шынымен де қарайтын болса, іздеп қарайтын болса, осы қарамұрын шоқысының етектерінен сол кездегі жазықсыз жаңағы аштықтың құрбаны болған өзіміздің қазақтардың көптеген бейіттерін табуға болушы еді. Сондықтан да айтар едік, мына осы ертегі егер де шынымен де қарайтын болса, іздеп қарайтын болса, осы қарамұрын шоқысының етектерінен сол кездегі жазықсыз жаңағы аштықтың құрбаны болған өзіміздің қазақтардың көптеген бейіттерін табуға болушы еді. Ал енді көпшілігі кейбіреуі жоғалып та кеткен сияқты. Өйткені айтып отырмын ғой, жаңағындай мынау көбінесе менің енді ақпараттарды өңдеуге байланысты менің өзімнің бір көзқарасым қалыптасып отыр. Мынау сол қазақтардың көбінің бейітін, мынау енді мына жерде айттық қой, жаңағындай алғашқы құрылысшылардың жаңағындай палаткамен жаңағындай киіз үйден салынған қалашығының енді осының солтүстік жағына көмілген дейді. Жаңағы бетін сүректердің көбі. Енді сол мынау қазіргі кездегі мынау жағалаулық жерге келіп тұр. Сенге мынау біздің мынау ет комбинаты тұрған жерлермен мынау кәдімгі мынау орталық аурухананың территориясы. Енді ол жердегі сүйектердің көбі мынау осы құрылыстар салынған кезде алынып жойылса керек. Ал енді мына жердегі айтылса мынау енді мынау Қарамұрынның сол тұсындағы мынау христиан бейітінің ол жердегі де жаңағындай олардың сүйектерін іздеп қазба жұмыстарын жүргізудің өзі де қиындықтар туындырады. Өйткені енді ол үшін жаңағындай христиан бейітінің қозғау керек орнынан кейбір бөліктерін. Мынау Қарамұрын шоқысының мынау бертіс шығанның Қарамұрын шоқысының алғашқы жаңағы осы қаланы салу, қала мен заводты салу орны ретінде таңдап алуының бір себебі мынау осы мынаның түбі аса көп терең емес екен. Мынау ең терең жері осы мына Қарамұрын шоқысы 14 метр екенде, сол жерге ғана жаңағы жүк артқан баржылар, мына оңтүстік жағынан айтып келді ғой, түркістен жүк артқан баржыларды көтере алатын тереңдік тек осы мына Қарамұрын шоқысының етегінде болған. Өте қиын жағдайда. Тұрмыс жағдайлары алғашқы құрылысшылардың өте төмен жағдайда болды. Антисанитария, бұл жерде жаңағындай жұқпалы аурулар өте көп болып отырған. Мен мысалы бізде музейдің жаңағындай қорында сол кездегі 30 жылдарда осы жерде алғашқы кезде 30 жылдардың екінші жартысынан бастап мынау аурухананың бас дәрігері Аматонидің естеліктерімен таныстым. Сонда құрылыс жүріп жатқан кезде жұқпалы аурулар өте көп тараған. Оның бірінші себебі бұл жерде ауыз судың тапшылығы. Ауыз судың тапшылығы. Сондай ауруларға, көбінесе жұқпалы ауруларға осы балалар осы жерде жұмысшылардың өзі де жаңағындай жұқпалы ауруға өте көп ұшырап отырған. Жаңа Аматонидің айтуы бойынша олардың ішінде алғашқы құрылысшылардың ішінде осы себепке байланысты жаңағы тұрмыстық жағдайының өте төмен байланысты, әсіресе антисанитарияға байланысты жұқпалы аурулардың тарауына байланысты өлім-жітімдер өте көп болған. Сол кездегі мен кезінде есіме түсіп отыр, мынау Қазақстанның өкіметі деңгейінде осы жердегі антисанитариялық жағдайларды түзеу үшін арнайы қаулы қабылданған. Көрдіңіз бе? Содан кейін ең басты мәселе бұл жердегі азық-түлікпен қамтамасыз ету. Оның ішінде мына витаминдермен, жеміс-жидекпен. Бұл енді мәселе 33 жылдан бастап шешіле бастайды. Өйткені осы кезде 30 жылы осы құрылыстың бастығы болып, құрылыс 31 жылы басталды ғой. 30 жылы осы жерге бастық болып Иванов келеді. Міне Иванов келген кезде енді ол кісі сонда ұйымдастыру қабілеті өте жоғары, істің жағдайын білетін. Бұған дейін енді мынау Сталинградта трактор заводын тұрғызды ғой. Міне сол кісі келгеннен кейін осы жердегі тұрмысшылардың, алғашқы құрылыстардың тұрмысына өзгерістер енгізіле бастайды жаңағындай. Моншалар салынады. Содан кейін ол кісі осы жерден бірнеше азық-түлік подхоздарын құрады жаңағындай. Көкөніс өндіретін, ет, сүт өндіретін. Міне осы азық-түлік белдеуін жаңағындай қалыптастырғаннан кейін шамамен сол 30 жылдардың ортасынан бастап алғашқы құрылысшылардың жаңағы күнделікті тұрмыс тіршілігінде оң өзгерістер пайда бола бастайды. Осы қазақтар аштықтан мына жерге келген, олар қалай? Олар тағдырдың тәлкегінде қалып қойды. Олардың жаңағыдай оларды орналастырумен, оларды қабылдаумен, қандай да бір жаңағыдай олардың өмірін сақтаумен ешкім айналысқан жоқ.
олар жаңағындай осындай жердегі құрылыстың басындағы адамдардың сол осында аштықтан қашып келген адамдарға байланысты жүргізген ұйымдастыру, тырнақшадағы ұйымдастыру жұмысы олардың өліктерін жинап алып көму. Басқа ештеңемен айналысқан жоқ. Жаңағы осы жергілікті жазушы Жанболат Башардың «Қабір үстінде зұлмат» деген кітабы бар. Ол енді өте көркем түрде осы оқиғаларды жаңағындай бізге жеткізеді. Жаңағындай енді ол кісі енді нақты деректердің негізінде жазылған кітап. Міне сол кісі айтады, кейбір жағдайда, мысалы осында келген қазақтардың жаңағы мәселесін шешу үшін оларды баржаларға тиеп алып, мысалы көлдің ортасына апарып тастаған. Мысалы мен енді ол енді шындық бар, мысалы уланған оларға нандар таратқан. Көрдіңіз ба? Мысалы оңтүстікке оларды апарамыз, сол жаққа сіздерге ұйымдастырып жатамыз дегенде, оларды баржаларға тиеп алып барғанда, бірақ оңтүстікке ешкім жетпеген қазақтардан, тиелген қазақтардан. Олардың барлығы жолда қаза тапқан, немесе әдейі қаза табуға солай оларды алып келген. Әрине енді жаңа сіз айтып отырған шынында да мысалы екі түрлі тарих жүргізіп жатыр бұл жерде. Жергілікті қазақтардың жаңағында трагедиялық тарихы мен жаңағы болашақтағы болуға тиісті жаңағы большевиктердің жарқын тарихтың беттері екеуі қатар жазылып жатты. Бірақ енді біздің білетініміз жаңағы бірінші тарих, жаңағы жарқын беттердің тарихы кеңестік кезіндегі көбінесе айтылған жаңағындай осындай екпінді құрылыстардағы жұмысшылардың екпінді ерлікке толы еңбектері, олардың жаңағы жеткізген жетістіктері. Міне осылардың жаңағындай көлеңкесінде мынау қазақтардың трагедиялық тарлығы қалып қойды. Әдейі жасырылып қалып қойды. Өйткені ол Совет өкіметіне, кеңес өкіметіне өте тиімсіз болды. Және бұл аштық әрине енді көбінесе кейін ашыла бастаған кездің өзінде бұл жіберілген қателік ретінде бізге солай айтылды. Бұл негізінде қателік емес, бұл арнайы ұйымдастырылған осындай жаңа этноцид дейді ғой. Осы екені әрине дәлелденіп отыр. Өйткені осынша көлемдегі халық, мысалы қазақ халқының 2/3 қырылып қалған, 70%-ға дейін қырылып қалған. Бұл енді қандай да бір қателіктің нәтижесі деп айтуға болмайды. Әлемдік мынау әлемдік отарлау тарихында біздің Қазақстандағы болған сияқты мынау жергілікті халықтарды осындай аштық тәсілімен жою сияқты оқиғалар мысалы әлемдік тарихта бар. Мысалы айтайық, мынау Европаның көзі ашық дейтін қазіргі кездегі мынау әлемдік деңгейдегі саяси, экономикалық, мәдени жаңағыдай өмірдің основной концепциясын қазіргі кездегі бізге ұсынып отырған адамзатқа жақсы түрінде европалықтардың өзі кезінде мысалы бүткіл бір құрлықтың солтүстік Американың халқын түгелдей қырып тастаған болады. Аштықпен. Оларды атып өлтірген жоқ, аштықпен, ауру таратумен қырып тастаған болады. Міне Қазақстанда қазақтарға қарсы мынау отаршылдардың, европалық отаршылдардың осы сыннан өткен тәсілі қолданды. Өте жаңағындай тиімді қолданылды. Өйткені қазақтардың 2/2 астамы қырылып қалды. Негізі бойынша кейбір жазылған енді бар, енді түгел қырылу керек еді. Бірақ енді қазақ халқы сақталып қалды. Жанкештілігінің арқасында сақталып қалды жаңағындай. Бұл енді бұл да болса енді қазақтардың мемлекеттілік тарихы өте тереңден басталады. Соңғы қола заманына бастап. Бірақ осы гендағы осы бір жанкештілік бізді қазақтарды 30 жылдардың жаңағындай трагедиясынан сақтап, Құдайға шүкір, бүгінде біз жаңағындай әлемдегі Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі 200-ге жуық мемлекеттің бірі болып отырмыз. Аштық бізді жеңе алған жоқ. Бірақ енді оның зардабы жаңа мәдени, экономикалық, саяси зардабы біздің тарихымызда қазіргі кездегі күнделікті өмірімізде әлі күнге шейін сезіліп отыр. Оларға сол кезде қаза болған адамдардың енді қазақтың дәстүрінде ол жоқ қой, көмусіз қалу деген. Өзінің ағайынын көмусіз қалдыру деген ол қазақтың дәстүрінде жоқ. Екіншіден әрине біз сол кездегі осы жаңағындай сіз айтып отырған археологиялық жаңағындағы қазба жұмыстарының нәтижесінде сол кездегі жазылған трагедиялық беттерді кішкене былай жарқынырақ, толығырақ ашуға, толығырақ кішкене зерттеп білуге мүмкіндік аламыз. Бірақ енді ең бастысы сол кездегі жазықшысы қаза тапқан өзіміздің қандастарымызды, ата-бабаларымыздың сүйектерін құрметтеп қою керек. Бұл жаңағыда мынандай белгі ескерткіштер болу керек осындай. Біздің Қазақстанда оның ішінде біздің солтүстік біздің Балқаш өңірінде енді ол кездегі Сталиндік трагедия бүткіл Совет өкіметі тарады ғой. Солардың енді кейбір тарихи беттер осы біздің солтүстік Балқаш өңіріне де жазылды. Мысалы өздеріңіздер литовецтер келіп жатыр да. Литовецтер қаншама литовецтер келіп өздерінің жаңағы қаза тапқан, қайтыс болған, осы жерде қайтыс болған сол кездегі туыстарының бейіттерінің басына ескерткіш қойып жатыр. Жапондықтар келді. Олар мысалы тіпті түгелдей қазып әкетуге әрекет етіп жатыр. Мысалы Қазақстан бойынша
олардың қазып әкете алмағаны жапондықтар тек қана біздің мына Балқаштағы тұтқындар болып өтті. Өйткені ол жерде кішкене жағдай кішкене өзгеріп кеткен. Сондықтан да жаңағыдай біздің істеп жатқан жаңағыдай әрекеттеріміз бұл енді дүние жүзі бойынша осындай жаңағыдай тоталитарлық жүйенің құрбандығына айналған халықтардың барлығында бар. Барлығында олар сол кездегі трагедиялық тарихи беттерді өздерінің халқына әлемге танытуға осылай екі памятник, екі түрлі оқиғаның белгісі, екі түрлі оқиғаның жаңағыдай ақпарат мәлімет беруші екі түрлі белгі өзіңіз көріп отырсыздар. Жаңағы алғашқы құрылысшылардың құрметіне қойылған, осы жерде талғат. Жек көру, жақсы көру деген тұрғыдан оларға біз баға беруге тарихта ондай болмайды. Біз просто жаңағыдай болып өткен сол оқиғаны констатация жасап, соны қорытынды шығаруымыз керек. Қорытынды жасауымыз керек. Біз өзімізді бағалауымыз керек. Сол оқиғаларға байланысты өзіміздің ойымызды, өзіміздің жаңағыдай көзқарасымызды, ұстанымымызды, рухани ұстанымымызды солай көрсетуіміз керек. Егер мына ескерткіштер тұрса, демек біздің өзіміздің тарихымызға деген көзқарасымыз дұрыс. Көрдіңіз бе? Екі түрлі тарихтың екеуінде біз қазіргі кезде есімізге алып жатырмыз. Өйткені мына тарих ұмытылған еді. Сіз айттыңыз ғой, мына тарих ұмытылған еді. Біз қазір қалпына келтіріп жатырмыз. Тарихымыздың жетпейтін беттерін қалпына келтіріп жатырмыз. Мына ескерткіш осы болып жатқан процестердің жаңағыдай белгісі. Осы мына жаңағыдай ескерткішті ешқандай мемлекеттің жаңағыдай нұсқауымен емес, өздерінің жүректерінің қалауымен жаңағыдай осы ескерткішті орнатты 2014 жылы. Бұл енді жеке адамдардың жаңағыдай жеке ұсынысымен өздерінің қаржылық қолдауымен қойылды. Мемлекеттің қолдауынсыз. Әрине мемлекеттік тұрғыдан қолдау болды, бірақ жаңағыдай жалпы осының идеясының бәрі, осы орнату, осы жерді таңдаудың бәрін істеген жеке адамдар. Халықтың өзі қатысты, жастар да қатысты, ұйымдар қатысты жаңағыдай. Осы жердің жаңағыдай көз ашық азаматтары түгелдей қатысты. Ұйымдастырған осы көз ашық өзінің тарихының жаңағыдай білгісі келетін, әсіресе оның осы 30 жылдарда трагедиялық беттерін жаңағыдай халықтың есіне сақтап салып, сол екінші соған қайтадан түсіп қалмау үшін соны еске салуды жаңағыдай мақсат еткен жаңағыдай адамдар, азаматтар осы ескерткішті 2014 жылы орнатты жерге келді. Үлкен жерде халықтың қатысуымен бұл ескерткіш ашылды. Қазіргі кезде жаңағыдай мерекелік шараларға байланысты, енді жаңағыдай мемлекеттік шараларға байланысты жаңағыдай осы аштықты құрбандарын еске алу күндеріне байланысты, отан соғысына байланысты сондай оқиғаларға байланысты осы жерде қаланың жаңағыдай шаралары осы жерде болып отырады жаңағыдай.